Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біліп жүрем, жазылып осы видеоға лайк бассаңыздар жақсы болушы еді, достар. Өтініш сіздерден қатты сұраймын, лайк және подписаться. Енді Play Marketке App Store'да білмеймін бар ма жоғын. Диктофон десеңіз, неше түрлі приложениялар шығады. Samsung'тың өзінің де приложениесі бар. Әрине, Samsung'тікіне тоқталмай қойып, ол бәрібір роднойдың аты родной, бірақ маған қатты ұнаған білесіздер ме қайсысы? Көп бәрін қарадым, почти қайсысы бөліп жармайым деп айтпаймын. Міне Parrot деген ұнады маған. Міне 1 миллионнан аса адам жүктеген. Қараңыз, бұл жерде маған ұнағаны, может Samsungпен салыстырып көрсек қалай болады екен? Өте оңай. Разрешение беру керекпіз. Начать давай. Так, керек емес. Так, мен мынаны бар ғой, уақытша мына жерге шығара тұрайыншы. Сосын Samsung'тың диктофонын шығара тұрайыншы. Екеуін салыстырайын дегенім ғой, роднойын. Мынаны қараңыздар. Так, мынада качественный бар. Мынада качествосын қараңыздар. Еще тегін, мен еще приложением бәрін көргем. Мынандай качествоға ақша сұрайды. Мынау деген өте күшті качествосы. Так, Samsung кете береді. Типа радионың качествосы, бірдеменің качествосы деп, по идее, береді бәрін. Примерно. Так, MP4 дейді. Көрдіңіздер ме? Ультра высокое качество. Навсегда, қымбат сияқты, удай екен. Анау того стоит деймін, білмеймін. Анау того 25 шли емес пе? Мына жерде, енді мынаны қарайықшы. Настройки. Мынада көрдіңіз, 48 бар екен мынада. 48. Мынада 320 көрдіңді, 256 килобит. Мынағанда да маңызды. 44 Гц. Көрдіңіз ме? Мына жермен бітеді. Блокировать. 44-те. Қазір. Біліп жүремге жазылыңыз. Мына видео лайк басында 48 дейді. Жоқ. Мына все-таки озат. КГС деген өте күшті бұл. MP4. Мынадан қалды все-таки. Так, корзина. Ладно. Чуть-чуть ыңғайсыз болып тұр маған. Мынада сразу енді реклама ғой. Тишины дейді, пропуск тишины. Анаяқта жоқ ондай пропуск тишины. Яғни үндемей қалсаңыз, ол автоматически пауза береді. Управление. Так, мынау мен алады. Усиление бар мына жерде. Мына жерде. Так, сразу облакаға сақтайтын бар. Анаяқта жоқ. Жоқ. Облакаға сақтайтын ақша екен. Так, мына жерде настройка деген бар, көрейік. Жоғаржан. Так, качество көрдіңіздер ме? MP4 дейді. Сразу ақша сұрайды оған. Частота дегенде 44 дейді. Источник дейді. Bluetooth арқылы источник записи. Микрофоны нижний дейді. Микрофон. Камера, система по умолчанию. Bluetooth бенде де болады екен тоже. Bluetooth наушник. Хранение дейді. Итак, эффекты. Шум подавления сварна. Мынандай бар, бесплатно көрдіңіздер ме?
Так, оповещение, вибрация бар. Сигнал. Ана көрдіңіздер ғой, богатый, да, уже. В общем, сондай. Тек қана ол диктофон емес, телефон, мынаған да ақша сұрайды деймін. Так, облака дейді. В общем, ол облака ақша сұрайды. Так, облака, защита паролем. Так. В общем, мынаның плюсы, маған айтамыз, пропуск тишины дейді. Помощь моя. Біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз.